Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз ондық бөлшектерге амалдар қолдану тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Бірінші есепке қарайық. Амалдарды орындап, нәтижесін ондық үлестерге дейін дөңгелектеңдер дейді. Амалдарды орындайық. Не істейміз? 3/3-ке 10/25 қосамыз. Алдымен 10/25-ті бірінші жазайын. Қосу 3/3. 8 қосатын болсақ 2, мұнда 13 болып жатыр. 13/28-ден азайтамын. Қанша? 5/473-ті. Мынау жетпеген үлесті өзім толықтырамын, 0 қосамын. 10-нан 3-ті азайтамын. 7, мұнда 7 қалды. 7-тен 7, 0. Мұнда 12, бір қарыз аламыз. 8, мұнда 12 қалды. 12-ден 5-ті азайтатын болсақ, болады 7. Қанша шықты? 7/807. Ондық үлестерге дейін дөңгелектейміз. Яғни міне мынау ондық үлес, мынау 100-дік үлес, ал мынау 1000-дық үлесті білдіреді. Ондық үлестерге дейін дөңгелектейтін болсақ, демек міне мынау ондық үлес. Одан кейінгі тұрған санға қараймыз. Ол 0. Яғни 5-тен кіші. 5-тен кіші болатын болса, 7/8-дің өзі қалады. Ал егерде 5-тен үлкен сан болған кезде, мынау дөңгелектегенде 7/9 деп алу керек. Демек жауап Б екен. Келесі есеп бөлшекті қысқартып есепте дейді. Бұл бөлшекке қарайтын болсақ, не істеуге болады? Бөлшектердің барлығын бүтін санға айналдырып алған бізге ыңғайлы. Ол үшін не істейміз? Мынау алымын 1000-ға көбейтейік. Егер алымын 1000-ға көбейтетін болсам, мен бөлшектің мәні өзгермеу үшін оның бөлімін де осы санға көбейтуім қажет. Неліктен 1000-ға көбейттім? Қалай ойлайсыңдар? Неліктен? Өйткені қараймыз, 1000-ды біз жіктейтін болсақ, 1000-ның ішінде неше 10 бар? 3 10 бар, Мен жаңа айттым, мына ондық бөлшектерді бүтін санға айналдырып алайық дедім. 14/10-4-ті мен 10-ға көбейтсем қанша болады? 144 болады ғой. 144. Енді жазайық. 144. 0/15-ті енді көбейтемін 10-ға. Міне 1000-ның бір 10-ын мынаған көбейтіп жатырмын. Екінші 10-ына 0/15-ке қанша? 5 болады. Мына үтір мына жаққа қарап жылжиды ғой. 4/10-ні 10-ға көбейтсем қанша болып жатыр? 42. Жазайық. Сол кезде мен не істедім? Ондық бөлшектерден құтылып, жай сандарды, бүтін сандарды алдым. Енді бөлімін көбейтейік. Мына жерде қанша? Бұл жерде де 1000-да 3 10 бар. Демек, әр қайсысын көбейтсем, мұнда 7, мұнда 150 болады, мұнда 12. Енді бөлшектерді қысқартуға болатын бөлшек екен, былай қарайтын болсақ, қаншамен қаншаны? 144 пен 12-ні қысқартуға болады. 12-ге мына жерде 12 қалады. 5 пен 150-ді 5-ке қысқартуға болады. Мұнда 30 қалады. 42 мен 7-ні 7-ге қысқартуға болады. Мұнда 6. 6 мен 30-ды қысқартып жіберуге болады. 6. Мұнда 5. Болды, қысқаратындар қалған жоқ. Демек, алымында не қалды? Жазамыз. 12, бөлімде 5 қалды. 5-ті жазамыз. Тең 12-ні 5-ке бөлеміз. 2 бүтін қанша болып жатыр? 5-тен 2, Жауап ондық бөлшек түрінде берілген екен. Енді оны ондық бөлшекке айналдырайық. Ол үшін істейміз. Мынаны 2-ге көбейтеміз, мынаны 2-ге көбейтеміз. 2/10-4 қой. Демек, бұны ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 2/10-4 болды. Жауап Д екен, Сандардың арифметикалық ортасын тауып дейді. Тап дейді. Сандардың арифметикалық ортасын табу қажет. Ол үшін істеуші едік, осы сандардың барлығын қосып, осы сандардың санына бөлеміз. Демек, 1, 2, 3, 4 сан бар ғой. Осы сандардың қосындысын 4-ке бөлеміз. Демек, бөлеміз қаншаға? 4-ке. Қосайық. 10/181-ді қосамын 7/119-ға. 0, 1, 9, 0, 1 ойда. 17, 18. Қанша? 18 бүтін болып жатыр. 18-ге 22-ні қоссам, 40 қой. 40-қа 0/10-3-ті қосатын болсам, ол 40/10-3. 40/10-3-ті енді маған бөлу керек қаншаға? 4-ке ғой.
Енді 40,3-ті 4-ке, яғни мына 10-дық бөлшекті мен бүтін санға айналдырып алайын. Ол үшін не істеймін? 10-ға көбейтемін, сол кезде қанша болады? 403-ті бөлемін 40-қа, иә, сол кезде. Енді баған түрінде бөлейік. 40-қа. Баған түрінде бөлейік. 403-ті 40-қа бөлемін. Мынау 40-тан қайтарамын. 1 беремін. 40. Азайтамын. 0. Мына жерде 3. 3 жетпейді. 0 беремін. Мұнда 0 беремін. 0 берсем, мына жаққа тағы бір 0 беремін. Жетпейді, ол 30 кіші ғой. Демек, үтір қайтарамын бұл жерде. Нешеден беремін? 7-ден беремін. 280 болады сол кезде. Сол кезде қанша қалып жатыр менде? 20 қалып жатыр. Азайтсам, 20 жетпегендіктен тағы бір 0 беремін. Қаншадан бере аламын? Сол кезде 5-тен беремін ғой. Так. 5-тен беремін, иә? 5-тен беремін. Мына жерде біз 0 берген кезде мына жерде тағы бір 0 ажыратуымыз керекпіз ғой. Өйткені 0-ды бердік, мұнда 0 қосты қойдыңыз. Демек, мұнда жауабына 0 қосамыз. 5-тен береміз, қанша болады? 200. 200-ден 200 азайтамыз, 0. Сол кезде жауап қанша болып жатыр? 10.075 еді. Сондай жауап бар ма бізде? 10.075. Демек, жауабы А. Тұсыма балалар?